құрметті төрешілер, мен Мәулеткалиева Томирис, Арқалық қаласы гимназияның 11-ші сынып оқушысымын. Бұл кандидат не дейді? Бұл кандидат қаладағы өмір ауылға қарағанда жақсы деп есептейді. Дефиниция: қаладағы өмір жеке тұлғаның қалыптасып дамуына зор үлес қосатын үдеріс. Статистикаға келетін болсақ, Қазақстан статистикасында қалада тұратын адамдар саны 10 миллион 700, ауылда 8 миллион 300. Яғни статистикаға аударатын болсақ, 57% қала тұрғыны, ал 43% ауыл тұрғыны. Енді әлем деңгейін қарайтын болсақ, үздік мемлекеттердің бірі Израильде 92% халық тұрғыны, ал 8% ауыл тұрғыны. Яғни бұдан шығатын нәтиже, яғни біз ауылда тұратын адамдарды қалаға көшіретін болсақ, оларды жеке тұлға ретінде дамытуға зор үлесімізді қосамыз. Енді философияға келетін болсақ, тілсін, тілім барда ысқыр, мұрным барда пысқыр. Бұнымен не деген келіп тұр? Мүмкіндігін болса жоғалтып алма. Құндылығымыз мүмкіндік. Бірінші аргументке келетін болсақ, медицина. Мысалы, ауыл мен қаланың медицинасын салыстырып көрейікші. Ауылда болып жатқан жағдай өте күлкінішті. Неге? Өйткені олар бір-екі дәрімен шектеліп қалады. Тіпті бір аурухана бүкіл бір районға, бір ауданға берілуі мүмкін. Ал қалада ондай емес, қалада ондай жағдай емес. Бір қаланың өзінде 10-15 шақты ауруханалар болады. Олардың өздері райондарға бөлінеді. Олардың ішінде бәрі қамтамасыз етілген. МРТ, УЗИ, рентген, не бар соның бәрі, не керек соның бәрі бар. Ал ауылда ондай жоқ. Мысалы, ауыл тұрғынын алайыншы, ол ауырып қалды, оған бір дәрі береді, осыны ішіңіз деп. Ол дәрі ауылда жоқ, ол қалаға бару үшін оның жағдайы не жолы жоқ. Ол сол екі шетте жүремде өзінің денсаулығын одан сайын ушықтыруы мүмкін. Ал енді санитарияны алатын болса, мұнда тіпті айтып та керек емес, қаланың мен ауылдың санитариялық дәрежесін, тіпті элементарный қоқыс салатын жәшігінің өзі де жоқ ауылда. Енді екінші аргументім білімді алатын болса, мысалы, қалада, үлкен қалаларда жоғары оқу орындары, колледждің түр түрі, әр мамандыққа арналған әртүрлі колледж, әртүрлі жоғары оқу орындары бар. Соңғы түпкіде сен ауылдан бітіп шығып, сонда да қалаға барасың, сол жерден бітіресің. Яғни, не айтып тұр? Қалада мүмкіндік көп деп айтып тұр. Мысалы, бұлай қарайтын болсақ, оңтүстікте қазақша сөйлейтін адамдардың саны көп болғандықтан, бірақ сонда да арасында бір-екі орысша сөйлейтін адамдар да бар. Бірақ оларға арнайы орыс мектебі жоқ, сондықтан да олар қазақша оқуға мәжбүр болады. Ал солтүстікте басқаша, мысалы, орысша сөйлейтін адамдар көп, қазақшасы бір-екеу ғана сөйлейтін шығар, оларға арнайы орыс мектептері көп болады. Сонда мұнда таңдау құқығы қайда? Біз не үшін демократиялық елміз? Жастар біздің болашағымыз болғандықтан, олардың білімі ең бірінші тұру керек. Үшінші аргументім: жұмысқа орналасу мүмкіндігі жоғары және зарплата да жоғары болып келеді. Яғни сен мысалы инженер болып бітірдің ба, IT, менеджер, кім болдың? Сол мамандықпен тұрасың сен қалаға, жұмысқа. Ал ауылда сен тек қана педагогикамен және мал шаруашылығымен ғана шектеліп қаласың. Төртінші аргументім: қолжетімділік қалада өте жоғары. Неліктен? Киім және тағам былай тұрсын, былай по-крупному алатын болсақ, мысалы, курстар, үйірмелер өте көп. Мысалы, мен 11-ші сынып оқушысы болғандықтан, алдында ұлттық бірыңғай тест тұр. Сондықтан да мен ағылшын ғана курсымен тоқталып қалмай, биология, химияны да терең оқып, оқысады, математиканы да терең оқуыма болады. Тек қана білім ғана емес, творческий жақтан да өзімді спорт жағымен де дамытуға болады. Мысалы, ауылдардың көбісінде, мысалы, күрес, бокс дейтін үйірме жоқ, ал қалада оның түрі бар. Енді қорытындыға келетін болсақ, мысалы, жалпы ойын барысында мен не айттым? Мұна менің фундаментім. Яғни фундаментте ойын атауы бар. Яғни мен қарарды толық аштым деп есептеймін. Мұна үйдің қабырғалары менің аргументім. Ол да бар. Үйімнің шатыры, ол менің статус-ком, мне беріп тұрған статус-ком. Сосын үйімнің мұржасы, ол менің дефинициям. Үйімнің терезесі, ол менің философиям. Үйімнің есігі, ол менің құндылығым. Яғни ойын бойы мен ойынды сіздерге толық аштым деп ойлаймын, қарарды толық ашып жеткіздім деп ойлаймын. Сондықтан да оппозиция тарапынан маған қарсылық ешқандай болмағандықтан мен ойынды жеңдім деп ойлаймын.